инновациясы бар. Мен жобам тақырыбы жасыл қала қоршаған ортаны жақсартуға бағытталған технологиялар. Зерттеу мақсаты қоршаған ортаны жақсартуға бағытталған заманауи технологияларды анықтау және олардың тиімділігін бағалау. Зерттеу міндеттері қазір қолданылатын технологияларды зерттеу, технологиялардың экологиялық әсерін талдау және жаңа шешімдерді ұсыну. Тақырыптың өзектілігі қазіргі урбанизация мен экологиялық мәселелердің артуы қалаларда табиғи ресурстардың өсуіне, ауа мен судың ластануына және топырақтың деградациясына әкеліп отыр. Осыған байланысты экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін инновациялық технологияларды қолдану өте маңызды. Жұмыстың гипотезасы. Жасыл технологиялар адам өмірін жақсартады. Жаңартылатын энергия көздері көміртек шығындыларын азайтып, қаланың ауа сапасын жақсартады. Ақылды көлік жүйелері мен автоматтандырылған коммуналдық қызметті қалалық инфрақұрылымды оңтайландырып, ресурстарды үнемдейді. Тиімді қалдықтарды басқару технологиялары қаланың экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Осы инновациялық шешімдердің біріктірілуі экологиялық, экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштерді оң нәтижелерге жеткізеді деген болжам жасалады. Жұмыстың гипотезасы, яғни жасыл технологиялар адам өмірін жақсартады. Жаңартылатын энергия көздері көміртек шығындыларын азайтып, қаланың ауа сапасын жақсартады. Ақылды көлік жүйелері мен автоматтандырылған коммуналдық қызметтер қалалық инфрақұрылымды оңтайландырып, ресурстарды үнемдейді. Тиімді қалдықтарды басқару технологиялары қаланың экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Осы инновациялық шешімдерді біріктірілуі экологиялық, экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштерді оң нәтижелерге жеткізеді деген болжам жасалады. Жұмыстың практикалық маңызы. Жаңартылған энергия көздерін пайдалану, энергия үнемдеу және экономикалық тиімділік, қалалық инфрақұрылымдарды оңтайландыру, әлеуметтік экономикалық әсер, жасыл технологияларды енгізу, жаңа жұмыс орындарын ашу және халықтың денсаулығын жақсартуға мүмкіндік туындайды. Менің зерттеу нәтижесіне келетін болсақ, жасыл технологияларды енгізу нәтижесінде энергия тұтыну деңгейінің азаюы, күн энергиясының, жел энергиясының және биомасса энергиясының артуы және көміртек шығындыларының азаюы көрсетілген. Бұл 3 жылғы көрсеткіш. 2022-2024 жылдардағы технологиялардың әсері. Диаграммада 2 негізгі көрсеткіш бейнеленген. Бірінші, бағаналы график. Жаңартылатын энергия көздерінің күн, жел, биомасса үлесінің артуы. Екінші, сызықты график. Қалалардың энергия тұтыну мен көміртек шығындыларының төмендетуі. Энергия үнемдеу және тиімділік. Пай диаграммасы бойынша өнеркәсіптік секторда энергия тиімділігі 15%, интеллектуалды энергия жүйелері 25%, жаңартылатын энергия көздері 25%, энергия үнемдейтін материалдар мен құрылғылар 20%, энергия көліктер және экологиялық транспорттар 15% көрсетеді. Энергия үнемдеу және тиімділік. Инновациялық технологияларды енгізудің нақты деректері. Ақылды жарықтандыру электр қуатының 30-40%-ға дейін үнемдейді. 2023 жылы жаһандық энергия өндірісінің 30% жаңартылатын көздерден алынды. LED шамдар дәстүрлі лампаларға қарағанда 75%-ға аз энергия тұтынады. 2024 жылы әлемде 14 миллионнан астам электромобильдер сатылды. Заманауи өнеркәсіптік энергия басқару жүйелері өндірістік шығындылардан 20-30%-ға қысқартады. Қалалық инфрақұрылымдарды оңтайландыру тұрғындардың өмір сапасын жақсартуға және қаланың тиімділігін артуға тікелей әсер етеді. Бұл мақсатқа жету үшін келесі негізгі бағыттарды жүзеге асыру: ақылды көлік жүйелері, қоғамдық көлікті дамыту, ақылды көше жарықтандыру, қалаларды басқару жүйесі, сапалы ауыз су және экологиялық бақылау, жасыл аймақтар мен демалыс орындарын жүзеге асыру. Жасыл технологиялардың әлеуметтік экономикалық әсері. Тұрғындардың өмір сапасын арту 10%-ға, жаңа жұмыс орындары 30%, қалалардың экономикалық тұрақтылығы 15%, денсаулық жақсарту 20%, жергілікті экономиканы дамыту 25% көрсетеді. Алдарыңызда көріп отырғаныңыздай жасыл қала макеті тұр. Біз де осы қаламызды жасылдандырып, тоғайларды қойып, электромобильдерді пайдалансақ, біздің ауамыз таза болып, адамдардың денсаулығы жақсарады.
өз жұмысының қорытындылай келсек, қоршаған ортаға оң әсер ауаны ластау деңгейі 20-30%-ға төмендейді. Қалдықтарды қайта өңдеу тиімділігі артады. Экономикалық тиімділік, баламалы энергия көздері және энергия үнемдеу шаралары шығындарды 20-40%-ға азайтады. Жаңа жұмыс орындары, жасыл технологиялар негізінде миллиондаған жаңа жұмыс орындары ашылады. Халықтың денсаулығына пайдасы: таза ауа мен экологиялық тұрақты орта халықтың өмір сүру ұзақтығын 2-3 жылға арттыруға ықпал етеді. Қалалардың функционалдығы: ақылды инфрақұрылымдар, жарықтандыру, көлік жүйесі тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартады. Жалпы қорытынды: зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жасыл технологияларды қолдану тұрақты дамудың маңызды бөлігі. Қалалардың экологиялық жағдайын жақсартып, экономикалық тұрғыдан тиімді шешімдерді ұсына отырып, бұл технологияларды адам өмірінің сапасын арттыруға үлкен үлес қосады. Менің жобамды тыңдағандарыңыз үшін рахмет.